Қардың жапалақтап жаууы біз үшін үйреншікті жай. Ал қар мүлде түспейтін жерлер де бар. Мысалға тропиктік аймақтар. Алайда климаттың күрт өзгеруіне байланысты Кенияда 2008 жылы бірінші рет қар жауған. Суық қарды өмірінде тұңғыш көрген Кения жұртшылығы таңырқай қарағаны рас. Біз көбіне қарды ұсақ домалақ күйінде көреміз. Ал түйіршіктерін жекелей қарасақ, мынадай әдемі өрнектерді байқаймыз. Ғалымдар қар түйіршіктерін 10 топқа жіктеген, яғни дөңгеленген, үш бұрышты, 6 қырлы, пластинка тәріздес және тағы басқалай. Алайда миллиардтап жауған қар түйіршіктері бір-біріне мүлде ұқсамайды. Оны суретке түсіріп алуда оңай дүние емес, лезде еріп кетеді. Ал сіз осы қардың қалай пайда болатынын білесіз бе? Қар мұз кристалдарынан тұрады. Мұз кристалдары -22-ден -40 градус аралығындағы суық температурада қалыптасады. Естеріңізде болсын, аспаннан түсетін мұз кристалдары 1 мм-ге де жетпейді. Су буының нәтижесінде өте шағын кристалдар үлкейіп жұлдызшаға айналады. Кейін атмосферадағы ретсіз қозғалыстың салдарынан жұлдызшалар бір-бірімен ұйыса бірігіп, жерге жапалақ қар болып түседі. Ал енді қар туралы қызықты ақпараттарға тоқталсақ, 1969 жылы Швейцарияда қара қар, ал 1955 жылы Калифорнияда жасыл қар жауған. Антарктиданың биік тауларында қызыл түсті қарлар кездескен. Алайда ғалымдар бұның құпиясын таба алмады. Ал әлемдегі ең үлкен қар 1987 жылы 28 қаңтар күні ақш-тан табылды. Оның диаметрі 38 сантиметрге жеткен.